Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі біздің тақырып металлды маяктарды қабырғамызға тұрғызу, яғни тіктеу тұрғызу. Бізге керек құрал-жабдықтар, яғни бірінші шпаклевканы шелегімізге салып аламыз. Бұл бізде шпаклевка розбур деп аталады. Қазір ыңғайымызға салып аламыз. Ромка шпаклевкасын салдық. Оған қазір біз су құямыз. Суды құйып алдық. Ары қарай біз бұл немізді, қоспамызды араластырып, сұйықтық дайындаймыз. Яғни миксермен әдешімі аққа тұрсаңыз. Араластырады миксермен. Қоспамызды дайындағаннан кейін миксерді, яғни суға жуып алдық. Ары қарай, құрметті студенттер, ары қарай біз маягымызды орнатамыз. Маягымызды орнату үшін бірінші маяктан жарты метрді алып, екінші маякты орнатамыз. Яғни ең алдымен қабырғамызды біз тексеріп аламыз, түзу немесе түзу емес екенін. Яғни программамен өлшейміз, қараймыз, жақындаймыз. Мына жерде қабырғамыз қисық, ара қашықтықтары ашық көрініп тұр. Яғни осыны бізде тегістеу қажет. Тегістеу үшін, яғни қоспаны қанша, маякты орнатар кезде қанша қоспаны қабырғаға жағуымыз керек. Қоспамызды алып, нүктемен жағып қоямыз. Қай жерге қанша керек масса. Бір жерге көп керек, бір жерге аз керек. Оның барлығы бізге көрініп тұрады. Маякты орнату үшін. Маякты орнатамыз. Өлшейміз тағы да. Көткенімден сай барлығы бізде түзу. Артық қоспаларымызды алып тастаймыз. Алып оң жағына жағамыз. Виламызды сатыратындай қоямыз. Валерий, сізге осы жұмыс ұнап жатыр ма? Иә. Марка моя